Сәлем достар, біз бүгін қытырлақ печенье дайындаймыз. Оған айран, ақ май және де шекер, сода керек болады. Ал разрыхлитель тестаны ол ұнмен бірге електен өткізіп салатын боламыз. Кеттік достар. Енді мен 2 шай қасықтай сода салып алдым және оны жақсылап араластырдым. Осы кезде осындай көпіріп тұрып реакция жүру керек. Және менің айранымның өзі де сондай пирог, жаңағы заттарға қосып тастайтындай көпіріп тұрған болатын. Оның үстіне сода қосқасын тіптен көпіріп әдемі болды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай оны тоже жақсылап венчикпен араластыру керек. Сонда бізде жақсы жаңағы көпіршік пайда болу керек. Жаңағындай жарылатындай әдемі болып шығу қажет. Сол үшін жақсылап араластырып жатырмын мына видеода. Келесі бізде 200-220 граммдай бізде қант керек, шекер. Осыны да қосып жақсылап араластырамыз. Бұны да себебі ол түйіршіктеріне ену арқылы майдаланып кету керек. Ешқандай комочек, жаңағы шекеріміз ерімей қалмауы қажет болып табылады. Себебі сонда ғана бізде нормально, яғни жақсы тестамыздың шығуына әсер етуі мүмкін. Өте қатты әсер етеді. Печеньеміздің арасы да дұрыс болып шығу үшін әсер етеді. Міне осылай араластыра береміз. До конца ол өте жақсы жаңағындай объемна араласқаны кәдімгідей көріну керек. Келесі ингредиент ол бізде ақ май. Оны мен примерно 100 миллиграммдай алдым. Және де одан сәл көп алсаңыздар да болады. Осылай араластыру керек. Себебі май кез келген затпен араласа бермейтіні белгілі. Сол үшін жақсылап тұрып араластыра береміз. Оны көпіршігімен бірге араластырғандай қылып, тестоның өзін солай құрап шыққандай қылып араластырамыз достар. Өте қатты араластыру керек біз. Сонда ғана жақсы өзінің массасы көрінетін болады. Араластыра беруді біз тоқтатпаймыз. До того момента, яғни біздің массамыз өзі араласқаны көрініп тұрғанша. Міне осындай болып араласып шықты. Міне көрініп тұр өзі қалай араласып шыққаны, бәрі бірдей массаға келе жатыр. Мен және ұнды да шамалы қосқан болатынмын. Бұл жерде негізінен бізде ұнды қосқаннан кейін мен келесі електен өткізіп келесі партиясын салып жатырмын ұнның. Сонда бізде бұны бөлек-бөлек қылып салсақ қана дұрыс болып шығады. Егер оны біз бірдей салып тастасақ, ол бір көтерілмейді де, оның ешқандай бір керемет пайдасы да болмауы мүмкін. Мен арасында разрыхлительді де салып жүрген болатынмын ұнмен қосып. Ол видеоға түспей қалыпты. Дегенмен де ол 1 шай қасықтай разрыхлитель керек болады. 1-1,5 шай қасық қоса берсеңіздер де болады. Ол екеуі де сода да разрыхлительді үлгейіне әсер етеді. Жақсылап араластырып қамыр илейміз. Ол қамыр жабысқақ болып шығады. Оны еще жаңағы жерге, өзінің дастарханға болсын, иілеп, ұнмен бірге жақсылап иілеп шығуларыңыз керек. Себебі ол басында өте жабысқақ қамыр болып шығуы мүмкін. Ол шығады да солай. Сол үшін жақсылап араластырамыз ұнмен қосып. Сонда бізде тестамызды осылаймен жайып, осындай форма жасап шықтым. Ана кесемен форма жасай салдым. Себебі бұл жерде примерно кожикке ұқсас қамыр шықты. Түрі де 1 сантиметрдей болу керек. Міне осылай істеп шықтым. Және біз қызып тұрған пешімізді қыздырып қоямыз заранее. Сосын сол пешке салатын боламыз. Менде 300 градустық қызып тұрған пешке бір 15-10 минутта пісіп шығады. Міне мұны ерде жүректерді істеп шықтым түлі. Сосын формаға тоже оны да салып, менде май қатты қосқан жоқпын, сонда да осылай көрініп тұр. Міне менде осындай печеньелер шықты. Бұл кәдімгі қытырлақ печенье болып шығады достар. Бірақ оны көп ұстап қойсаңыздар тіптен қытырлақ. Сау болыңыздар.